Сәлеметсіздер ме оқырман? Бүгін біз 11-ші қалалық емханаға келіп сұхбат алмақшымыз. Сәлеметсіз бе, Каримжан Османұлы? Біздің 4-ші ақпан дүниежүзілік осы қатерлі ісікке қарсы күн. Соған байланысты сізге бүгін бірер сұрақтар қойғым келіп отыр. Ең бірінші сұрақ, осы қатерлі ісікпен қандай науқастар келеді сізге? Қандай түрімен келеді? Сұрағыңыз түсінікті. Саламатсыздар ма? Мен 11-ші қалалық емханасының онколог-маммолог дәрігері, 2-ші санатты дәрігер болам. 5 жылдан бері осы 11-ші қалалық емханасында онколог-маммолог дәрігер қызметін атқарамын. Бізде жалпы тұрғындардың арасында жиі кездесетін ісік аурулардың ішінде ол сүт безі қатерлі ісігі, жатыр мойын қатерлі ісігі, асқазан, өкпе және ұйқы асты безі қатерлі ісігі жиі кездеседі. Рахмет. Осы қазіргі кезде скринингтік тексерулермен осы аурулардың түрлерін анықтап жатамыз, е? Қатерлі ісіктің қандай түрлері көп кездеседі? Енді бізде Қазақстанда 3 түрлі қатерлі ісік аурулардың алдын алуында профосмотр ретінде жаңағы сүт безі қатерлі ісігін ерте сатыда анықтау мақсатында ол маммографиялық скрининг тексеру жұмысы жүргізіледі. Тағы да жатыр мойны қатерлі ісігін ерте сатыда анықтау мақсатында жаңағы пап тест, рак шейки матки дейміз ғой, соған тексеріледі. Ол 30 бен 70 жас аралығындағы әйел кісілер әр 4 жыл сайын. Сүт безі ісік аурулары, ол ауру бұрын 50 мен 60 жас аралығында еді. Ауру жасаруына байланысты ол қазіргі таңда жаңағы 40 пен 70 жас аралығына қарай ұзартылды әр 2 жыл сайын. Ол маммографияның әр 2 жыл сайын өтудің себебі де 2 жылда 1 сантиметрге дейін ісік ауру пайда болатын болса, ол случайно дер кезінде ерте сатыда маммографияда көрініп қалуы мүмкін. 2 жылға дейін ол өте жай өсуіне байланысты соған дейінгі уақыт аралығында ол қолға да сезілмеуі мүмкін, жасырын өтуі мүмкін. Сөйтіп 2 жылда жағы 1 сантиметрге дейін өскеннің жағдайының өзінде қолға сезілмейді, бірақ случайно тексеру барысында, маммографиялық тексеру барысында анықтап қалуы мүмкін. Үшіншісі тоғышек қатерлі ісігі, ол 50 мен 70 жас аралығындағы кісілерде әр 2 жыл сайын оны үлкен дәреттің құрамында жасырын қанды тексеру арқылы тексеріледі. Егер жасырын қан анықталған жағдайда әрмен қарай ол колоноскопия, биопсия қосымша тексерілумен толықтырылып, әрмен қарай тереңірек тексеріледі. Ал жалпы скринингтік тексерусіз науқас өзі біле алады ма? Осы қатерлі ісікпен бірінші белгісі қандай болады? Енді бұл сұрағыңызға қатерлі ісік адамның барлық жерінде болуы мүмкін. Енді еш болмаса бізде ол қатерлі ісіктер сырт көзге көрінетін және көрінбейтін аймақтарға бөлінеді. Ол сырт көзге көрінетін бізде ауыз қуысы, тері қабаты, қолтық асты, шат, тігішек, шейкада зеркало көріледі. Қол жететін, көз көретін жерлер, шаштың арасы барлық ол сырт көзге көрінетін ауруларға жағы жатады. Одан басқа сырт көзге көрінбейтіндер, олар өңеш, асқазан, бауыр, жағы ішкі органдарға олар сырт көзге көрінбейтіндер жатады. Енді біз айтатынымыз әр әйел, әр адам өзін өзі айына бір мәрте тексеріп қарап отыру керек. Егер де қарау барысында, тексеру барысында үйде шешінген жағдайда шомылып атқан кезде мысалы әр адам өз-өзін тексеріп қарау керек. Айнаның алдында сүт бездерінің көлеміне мән береміз. Сол көріп жүрген қалпынан мысалы біреу ұлғайып, кішірейіп, тері қабаты сарғайып, қызарып, емшек ұшы басқа жерлер ішіне қарай тартылып
қолтық астынан ұстаған кезде өзгеше түйін сезіліп, емшек ұшынан қоңыр, қан тәрізді выделение емшек ұшынан шығып, іш киімді былғап мазалайтын болса, ол сүт безіне қатысты. Одан да басқа ауыз қуысында, тері қабаттарында любой көлемде ұлғайып, тері түсі өзгеріп, қабыршақтанып, жазылмайтын жаралар болуы мүмкін, или жылдар бойы сол тері қабат өзгеріп, бара-бара суланып, қабыршақтануы мүмкін. Сөйтіп өзгеріп, өзгерістер байқалған жағдайда қолтық асты бездері көлемінде ұлғайып, тағы да основной сондай өзгерістер болуы мүмкін. И ондай жағдайларда адамда жалпы әлсіздік, салмақ тастау, тәбеттің төмендігі, тез шаршап қалатын сондай тағы белгілер де болады. Оларды жалпы дер кезінде анықтау мақсатында бізде емханамызда әр адам бір жыл көлемінде емханаға бірінші мәрте қатынаған адам, олар кіреберісте жаңағы әйелдерді, ерлерді көретін бөлмелері қарастырылған. Сол бөлмелерде ұялмастан кіріп, қаралып, тексеріліп шығу керек. Егер де тексеру барысында жаңағы әйелдерді, ерлерді қарау бөлмесінде сырт көзге көрінетін өзгерістер байқалған жағдайда, сояқтың тексеріп жатқан мамандары әрмен қарай жолды көрсетіп, тексеру қажеттілігіне қарай, ар жақ қарай тексерулер толықтырылады. Жақсы, түсінікті. Жалпы енді осы науқастарды диспансерлік бақылауға алып, ары қарай қалай жұмыс жүргізіледі, қалай ем жүргізіледі? Ол енді тексеру барысында егер онкологиялық ауруға күдікті болатын болса, біз оны емхана жағдайында барлық керекті анализдермен, тексеру әдістерімен толықтырылып, онкологиялық диспансеріне жолдаймыз. Онкологиялық диспансерде ол диагнозы гистология, цитология әдісімен толықтырылып, егер тексеру барысында қатерлі деп шыққан жағдайда, әрмен қарай оған қажеттілігіне қарай химия, лучевой и ота арқылы үш түрлі әдісімен онкологияда емдейді. Сөйтіп, олар уже онколог дәрігерінде және қалалық онкологиялық орталығында да диспансерлік бақылауда болады. Қажеттілігіне қарай өзінің жаңағы мультидисциплинарлық топ арқылы қандай емнің түрі жасалатыны анықталып, сол арқылы толық емін алып отырады. Енді олардың жалпы бізде онкологияда олар 3 клиникалық топқа бөлінеді. Ол бірінші клиникалық, екінші клинический топ дегені ол диагноз қойылған уақыттан бастап 1,5 жыл ішінде керекті онкологияда отасы, лучевойы, жаңағы химия емдерін барлық алып біту керек. Егер де 1,5 жыл көлемінде химиясы жағы барлық алып болды, жағдайы жақсы болған жағдайда ол үшінші клинический топқа ауыстырылады. Ол уақыт аралығында ол аурудың ұйықтап жатқан уақыты немесе ремиссия дейміз. Сол уақыт аралығы. Ол уақыт аралығында соның өзінде диагноз қойылған уақыттан бастап әр адам бірінші жылдың ішінде әр 3 айда бір тексеріліп отырады. Жылына 4 мәрте. Үшінші клинический топқа ауыстырылған кезде немесе диагноз қойылғаннан бастап, екінші жылдан бастап жылына 2 мәрте. Барлығы жақсы болып жатқан жағдайда. Егер де тексеру барысында қосымша асқынулары байқалған жағдайда, ол или 4-ші группа клиникалық топқа ауыстырылады, немесе 2-ге түсіріліп қайтадан ем жалғастырады. 4-ші клинический группада ол ауруы асқынып, отдаленный органдарға, жаңағы алыс орналасқан органдарға метастаз кетіп қалған жағдайда, ондай жағдайларда уже ем жүргізілу нәтижесі өте төмен болған жағдайда уже комиссия шешіммен 4-ші клинический группа қойылғаннан кейін олар аймақтық онколог, жаңағы аймақтық дәрігерлердің бақылауына жіберіледі.
Сонда бізде 4 топ бар, иә? 3 топ бар. Екінші клинический топ, үшінші, төртінші. Екінші ол диагноз қойылған уақыттан бастап 1,5 жыл ішінде олар онкология жағдайында барлық емін алып біту керек. Үшінші клинический группасы ол диагноз қойылған уақыттан бастап, в общем, аурудың ремиссия, ұйықтап жатқан уақыты болады. А төртінші клинический группа уже онкология жағынан аурудың асқынуына байланысты әрмен қарай ем жүргізілуі болмайтын ауыр науқастар болып саналады. Жалпы сізге дәрігер бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет, көп өте үлкен мағлұмат бердіңіз. Осымен оқырман әртүрлі осындай қатерлі ісікпен ауыратын, егер өзіңізді ыңғайсыз жағдай осындай қалдырып жүрсе, алдын ала дәрігерге тексеріліп, скрининг тексерілуден өтуді ұмытпаңыздар. Құрметті Қазақстан, Шымкент қаласы тұрғындары, ісік аурулардың алдын алу мақсатында ұяттың ешнәрсесі жоқ, дер кезінде келіп профилактикалық тексерулерден түгел өтіп отырыңыздар. Төменде айтылып кетілгендей қауіпті белгілері байқалған жағдайда уақыт өткізбей дер кезінде келіп қаралып, емделген жағдайда ауру асқынусыз емге көнеді. Аман болыңыздар. Сәлеметсіз бе, Дарайға Мырзағалиевна? Саламатсыз ба? Бүгін біз нөмір 11 қалалық емхананың педиатр дәрігері сіздерден осы туберкулез жайында әртүрлі сұрақтар қойғымыз келеді. Соның ең бірінші сұрағына, осы жалпы негіз туберкулездің ең бірінші басты белгілері қандай болып келеді? Туберкулездің негізгі белгілері ол 2 аптадан астам жөтел, қақырық тастау, дене қызуының көтерілуі 37-38 градусқа дейін, тершеңдік, түнгі тершеңдік, салмақтың тастауы, кейде қанға қыру болып жатады, ентігу, осындай белгілер туберкулездің негізгі белгілері. Ал жалпы осы белгіден басқа бұл ауруды қалай анықтаймыз біз? Біз бұл ауруды негізі біз туберкулезді қазір 2 түрлі әдіспен анықтаймыз. Біреуі зертханалық әдіспен анықтаймыз, одан кейін екіншісі флюорографиялық тексеру әдістерімен анықтаймыз. Зертханалық әдіспен анықтағанда, егер жаңағы мен айтып кеткен кеуделік шағымдары бар науқастар болатын болса, олардың қақырық анализдерін алып біз тексеріп, зертханалық растап, солай анықтаймыз. Екіншісі, жаңағы бізде осы емханада жыл сайын халықты міндетті тексеру тобы, қауіпті тексеру топтары деген топтар құрылады арнайы. Флюораға тексеру жоспарына енген топтар. Сол топтар бойынша халық арасында тексерулер жүргізеді, міндетті олардың бәрін шақырып тексертеді. Сол кезде рентгенологиялық әдіспен анықтаймыз. Осы 2 жолмен анықтаймыз. Негізгі жаңағы қауіпті топ дейді ғой, туберкулезді жұқтыру қаупі жоғары топтар деген болады. Ол топқа бізге туберкулезбен ауырған науқастармен қарым-қатынаста болған адамдар, соларды жоспарға енгіземіз бірінші. Одан кейін өкпесінде созылмалы аурулар бар, жаңағы созылмалы бронхит, астма, жаңағы обструктивті бронхит деген бар. Одан кейін қант диабетімен ауыратындар, нашақорлар, алкоголизммен ауыратындар. Одан кейін жаңағы АИТВ дейді ғой, СПИД, ВИЧ-инфицированный науқастар бол. Сондай науқасты жаңағы ауыратын адамдарды біз арнайы қауіпті топқа қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы түрмеден босап шыққандар. Соларды біз міндетті әр жылда тексеріп отырамыз, осылардың арасында туберкулез іздейміз. Одан кейін міндетті топ деген бар. Міндетті топ деген жаңағы жұмыс істеуші топтар, жаңағы оқушылар, студенттер, мұғалімдер, медицина қызметкерлері, солардың бәрі біз міндетті флюорографиялық тексеруге қойып қоямыз. Соларды біз жыл сайын тексереміз. Содан біз туберкулезді анықтаймыз. В основном негізі бұл неге жаңағы халықтың 70-80%-ын осындай флюора тексеру жоспарына қойып қоямыз. Түсінікті. Енді осы туберкулезбен ауырған науқастарға мемлекеттік жағынан қандай көмектер көрсетіледі? Мемлекеттік жағынан көмек болғанда бізде туберкулезбен ауырған адамдар негізі тегін емделеді, тегін тексеріледі. Олардың қатынаста болғандардың бәрі тегін тексеріледі бізде.
Одан кейін ауруханаға жатуы, амбулаториялық ем қабылдауы бәрі тегін. Одан кейін жаңағы амбулатория жағдайында емделіп жүрген науқастарға біз келіп кетіп дәрі ішіп жатқанына әлеуметтік көмек мемлекет тарапынан төленеді қазіргі уақытта. Яғни тегін дәрі-дәрмек. Тегін дәрі-дәрмекпен жаңағы әлеуметтік жол ақысы дейді ғой, ол жол ақысына келіп кеткені төленеді. Ал енді осы туберкулезден сақтану үшін айтады ғой, ауруды емдегенше алдын ал деп. Қандай алдын алу шараларын жүргізуге болады? Алдын алу шаралары деген бұл туберкулез жаңағы жыл сайынға тексеру жоспарына енген адамдардың бәрі жыл сайын өтіп тұратын болса, біз сол кезде туберкулез бар болсын, жаңағы ерте анықтаймыз. Біріншіден жаңағы асқынып кеткен түрінің алдын аламыз. Одан кейін жаңағы кішкентай балаларда БЦЖ деген салынады ғой туылғандарға. Негізгі иммунизация. БЦЖ-ны туылған кезде саламыз, бірінші классқа барғанда БЦЖ саламыз. Сол туберкулезге тұрақты жаңағы қорғаныс қабілетін қалыптастыратын екпе. Сол екпелерді алып отыру керек. Құнарлы тамақтану, салауатты өмір салты. Осыларды ұстанатын болса, туберкулездің алдын алуға мүмкіндік бар. Келесі сұрақ, менде осы енді қазіргі карантиндік жағдайға байланысты науқастарды қалай емдеп жатсыздар? Бізде қазір амбулатория жағдайында емделіп жатқан науқастар мынау карантинге байланысты үй жағдайында бейне бақылаулық ем деген бізде бар. Сол бейне бақылау ем арқылы емделіп жатыр. 10 күнде бір мәрте келіп, дәрісін бізден алып кетеді. Біз оны дәрінің қалай ішу керек, қалай қабылдау керек, оның бәрін біз түсіндіріп айтып қоямыз оларға. Олар бұрында ішіп жүрген науқастар ғой, себебі ұзақ уақыт қабылдайды. Ондай науқастарға бейне бақылау емі алуға біз рұқсат береміз де, күніге олар үйінде дәрісін азанда ішіп, өзін камераға түсіріп, дәрін ішіп атқанын, суыны жұтқанына дейін бәрін көрсетіп, бізге 1 минуттық, 50 секундтық сондай видеороликтерін жіберіп отырады. Біз соны өзімізге сақтап, ұстап отырамыз. Солай біз емді қалай ішіп атқанын, қалай жұтып атқанын қадағалаймыз солай. Ал енді мысалға науқас үйде ауырып қалды делге, жоқ бірінші рет анықталып тұрған науқас. Сол науқастарға кәдімгі учаскелік сіздер сияқты дәрігерлер келіп тексере алады ма? Егер науқасты үй жағдайында жаңағы туберкулезге тән белгілер мазалайтын болса, егер ол өзі келуге мүмкіндігі болмайтын болса, ол жердегі жалпы тәжірибелі дәрігерлерін үйіне шақырады. Олар егер дәрігер барып қарағанда туберкулезге күдік анықталатын болса, біз үй жағдайында оны жаңағы зертханалық әдіс арқылы тексеруге мүмкіндігіміз бар. Үй жағдайынан жаңағы қақырық анализін алып келіп, өзіміз лабораторияға арнайы тексерулерден өткізіп, содан біз анықтай аламыз. Яғни үй жағдайында емделуге болатын шаралар да бар, иә? Иә. Үй жағдайында егер қақырық анализінде туберкулез таяқшалар табылмайтын болатын болса, былайша айтқанда ол туберкулездің жабық түрі дейміз ғой. Сондай адамдар болатын болса, біз үй жағдайында емді үйде бастаймыз, немесе ауруханадан шығып келген жағдайда үйде жалғастырамыз. Себебі ол науқастар уже қоршаған ортаға қаупі жоқ деп шығарылады бізге. Сол кезде біз емі аяқталғанша амбулатория жағдайында емі жалғастыра аламыз. Жақсы, рахмет Дария Мұсағалиевна, бүгінгі сұхбатыңызға өте ауқымды болды. Ал көрермен, яғни ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Әрдайым өз-өздеріңізді сақтанып, үнемі денсаулықтарыңызды қарай жүріңіздер. Аман болыңыздар. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды.